12 жасқа толған балаларға арналған. Арма көрермен, Маңғыстау телеарнасында Төрлетіңізге барып, Төрлетіңіздің бүгінгі жүргізушісі мен Әсел Қанатқызы. Қадірменді көрермен, бүгін біз жоғарғы оқу орындары мен мектеп арасындағы байланыс турасында айтатын боламыз. Бізге келген спикерлеріміз бар. Таныстырып өтейін: Күләш Қошанова, іргелі ғылымдар кафедрасының профессоры, және Рахат Шуақбаева, компьютер ғылымдар кафедрасының доценті. Қош келдіңіздер. Көңіл күйлеріңіз қалай? Бүгін жоғарғы оқу орындары мен мектептің ортасындағы байланыс турасында сіздерден сұрақ қойып, жауап алатын боламын. Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы, өте тамаша. Рахмет. Алғашқы сұрақтарымның бірі, жалпы жаңа айтып жатырмын ғой, жоғарғы оқу орындарымен байланыс орнатып жатыр мектеп. Қандай байланыс, мақсат қандай болды? Сәлеметсіздер ма? Биыл сіздің сұрақтарға жауап беретін болсақ, биыл 22-23 оқу жылында болашақ мұғалімдерді орта білім беру жүйесіне дайындаудың әлемдік озық тәжірибелерін ескере отырып, жаңа форматта мұғалімдердің дайындау мақсатында біздің университетте жоғары білім беру мектебі құрылған болатын. Біздің университетте барлығы 20 бағдарламаның төңірегінде, яғни педагогикалық бағыт төңірегінде 3000-нан бакалавриат, 3000-нан астам 400 магистрант, 10 докторанттар білім алуда. Енді мектеппен байланысқа келетін болсақ, осы бұрынғы оқу жылдарында, осыдан 3-4 жыл бұрын, 5 жыл бұрын бакалавриаттар ғана бірінші курсында оқу практикасының оқу тәжірибесіне мектепте, екінші, үшінші курста педагогикалық іс тәжірибесінен, ал төртінші курста диплом алды, немесе өндірістік тәжірибеден өтетін болған. Содан кейін осы 2-3 жылдың шамасында біздің студент мектеп мұғалімдері, тәжірибелі, жоғары санатты мұғалімдеріміз университетке теорияны практикамен ұштастыру мақсатында тәжірибелік математикаға қажетті тәжірибе сабақтарын, лекция сабақтарын мұғалімдер, профессор, оқытушылар құрамы оқытады, а мектептің мұғалімдері сол пәннен тәжірибелік сабақтарды жүргізетін болған. Және олар жоғары санатты магистр дәрежесі бар. Ал қазір сосын студенттеріміз, сонымен қатар студенттеріміз университетте алған теориялық білімін мектеппен, өндіріспен ұштастыру мақсатында, яғни дуалды оқыту жүйесі. Сол дуалды оқыту жүйесі негізінде біздің университетте өте алға қойылған болатын. Ал енді сол мектеппен тек қана тәжірибемен ұштасып қана қоймай, сол дуалды оқытумен ұштасып қана қоймай, биыл оқу жылы біздің жаңағы жоғарғы мектеп, орта мектептердің білім сапасын жетілдіру, білім сапасын көтеру мақсатында біздің университетімізде әрине облыстық білім беру басқармасының ұсынысыменен қала мектебінен 25-ші мектеп, арнайы іріктеп аласыздар, мұнайлы мектебінен 9-ші мектеп, біздің өздердің сол білім басқармасының осының білім сапасын көтеру мақсатында деп біздерге жоба ретінде ұсынған. Енді сол биыл оқу, сол мектеппен қоян-қолтық жұмыс жасау арқылы, сол мектептермен үнемі байланыс орнату алдарымызда сондай мақсат қойылған. Және де мектеп мұғалімдері де әдістемелік көмек көрсетіліп жатыр екенсіздер, иә? Қандай көмек, толығырақ айтып өтсеңіз? Қайырлы күн. Енді біз осы мектеп пен университет арасында байланысты жасау үшін бірінші мектеп директорлерімен, білім басқармаларымен, ғылыми зерттеу орталықтарымен, яғни мұғалімдермен мектептің барлығымен кездесу ұйымдастырамыз, дөңгелек үстелдер ұйымдастырамыз. Ол дөңгелек үстелде бағдарламаларды талқылаймыз. Мектепте, мысалы, информатика мамандығын алатын болсақ, білім беру бағдарламасы бойынша біз қазір қандай бағдарламалар өтуде мектепте, актуальный, қазір керек, сол мектеппен байланысып, біздің сабақтарымызды соған қарай реттейміз. Жұмыс берушілердің, яғни мектеп директорлерінің, сабақ беретін мұғалімдердің ұсыныстарына қарап, жаңадан шығыватқан қазір жаңа технология болғасын, бізде мектепте көптеген бағдарламалар енгізуде. Бұрында бастауыш класста, мысалы, информатика пәні
дұрыс қарастырылмайтын болса, қазір оған аса көңіл бөлінген. Мысалы, ақпараттық сауаттылық деген сабақ қосылып жатыр. Бастауыштан бастап программаларды, скретч бағдарламаларын қарастырып, соған оқушылар жобаларын құрып жатыр. Яғни ол бізден бітірген түлек мектепке барғанда сол программамен, мектепте қандай программа оқытылу керек, соның бәрін білу керек. Сондықтан осы мәселелерді талқылау үшін біз мектеп директорлерімен, мұғалімдермен өзара кафедра арасында университет бойынша кездесулер, дөңгелек столдар, онлайн кездесулер, тренингтер өткіземіз. Жалпы мектептерде қандай бір қателіктер, мүмкін мұғалімдердің білімдері жетіспеушілігінің салдарынан ба, жаңа білім деңгейі кез келген мектеп емес, бір арнайы мектептерде түсіп кетіп жатырғаны. Сіздердің пікірлеріңіз қандай осы турасында? Күләш ханым, бұл мұғалімнен бе, әлде оқушылардың бір ізденісінің жоқ болғанынан ба? Сіз қалай ойлайсыз? Бұған бір аса қажетті мұғалімдер тарапынан да қызығушылық, қызықтырып үйрететін ойын арқылы немесе ойын арқылы бір қызықтырып үйрететін методикаларды пайдалану қажет. Қазіргі таңда жаңартылған білім беру мазмұны бойынша қазір мектептің барлығы дерлік сол программаға өттік. Сонымен біздің мұғалімдарымыз қазір көбіне оның әдістемелік шеберлігін арттыру мақсатында балаларды қызықтандырып, әртүрлі ойын технологиясын, кейстади технологиясын, жобалық әдіс тәсілдерді балалардың сыни тұрғыда ойлауға, оларды дамытуға бағытталған әдіс тәсілдерді қолдануымыз керек. Тек бұрынғы дәстүрлі педагогика емес, қолымызға бормен ғана тряпкамен пайдалану емес, балалардың жаңағыдай ой өрісін дамытуға, бір-бірін бағалауға, өзін бағалауға ынталандыруымыз қажет. Өзіңіз бір сөзіңізде айтып қалдыңыз, магистранттарға дәріс беремін, дәріс оқимын деп. Жалпы пікір алмасу барысында олар қандай методикаларды қолданып жатыр? Пікір алмасу барысында қазір мен бірінші біздің биылғы оқу жылында 37-38 екі жылдық ғылыми педагогикалық бағытта магистранттарымыз бар. Ал өткен жылда да сол 35-тей балаларымыз бар, сонда 70-тен асам менің өзімнің математика кафедрамда 70-тен аса магистранттарға сабақ береміз. Бұл магистранттар мектептің талабына сәйкес, бұлар мектептің мұғалімдері ғой. Соның үшін оларға қазір магистр дәрежесін алу қажет болып тұр. Сондықтан олар өздерінің сабағын біткеннен кейін біздің университетте оларға өте жағдай жақсы, жағдай жасалған. Жұмыстан кейін, алттан кейін басталады. Сабағымыз алттан 10-ға шейін дәріс оқытылады. Сонда біздің жаңағы мектеппенен байланыс жасағанда біздің магистранттарымызға жаңағы мектепке барып, ашық сабақ беріп, өздері мектепте жасайды ғой. Бізден алған теориялық материалдар, теориялық білім сол мектеппен ұштастыра білу өте сол магистранттар үшін қолайлы болып тұр. Одан басқа жаңағы IT технология қазір дамыған заман ғой. Сондықтан бізде педагогикалық барлық мамандарына киберпедагогика деген сабақ өтеміз. Яғни қазіргі шығып жатқан жаңа программаларды басқа мамандықта оқитын магистрлерге түсіндіреміз. Қалай қолдануға болады, мектепте қалай қызықтыруға болады. Қазір жаңа технология болғандықтан көбінесе оқушылар әлеуметтік желіге, жаңа технологияға жақын бұрынғыдай бор тақтамен түсіндірмейді. Яғни жаңа технология, жаңа программалар, оны да біз ол күн сайын ол өзгеріп жаңарыватқандықтан, біз соның барлығын магистранттарға көрсетіп, үйретіп, өзінің сабағында қолдануға мүмкіндіктер жасаймыз. Ал мектеп мұғалімдеріне әдістемелік көмек ретінде қандай көмек көрсетіп жатсыздар? Нақтырақ айтсаңыз, айтып берсеңіз, Күләш ханым. Бұл орта мектептің үздік және үлгілі даму атты біздің Маңғыстау өңірлік жобасының біздің университетте биылдан бастап соны қолға алып отырмыз еді ғой. Жаңағы әртүрлі неге байланысты көбіне біздің бұрын университетіміз тек қана ОБТ-дан дайындалып келген балалар бізге келіп оқитын еді. Енді біз қазір тікелей сол мектеппен байланыс жасап жүргендіктен жаңа айтылып отырған бірінші алғашқы кезеңде бізде қазан айында Ақтау қаласынан 25-ші мектеп пен Мұнайлы ауданынан 9-шы мектеп беріліп отыр ғой. Мінекей сол мектептерге ең бірінші күздік октябрь айында, ноябрь айында, қараша айларында
жаңағы каникул кезеңі болды ғой. Сол каникул кезеңінде сол мектептің мұғалімдері 70 шақты мұғалім біздің университетке келіп, біз оларға жаңа орта білім берудің сапасын жетілдіру мақсатында курс, дөңгелек үстел, мастер-класстар көрсетіп, оларға біз әдістемелік семинар жүргіздік. Және соның ішінде де өзіміздің магистранттар өздерінің ашық сабақтарын көрсетіп, әсіресе балаға жаңағы бұрынғы әдіс тәсілдер бар ғой, жаңағы топпен жұмыс жасау, жеке жұмыс жасау, жаңағы дамыта оқыту, модульдік оқыту жүйелерін пайдаланып, әсіресе балаларды бағалауда, бұрынғы кезде балаларды бағалау өте қиынға соғатын, иә. 28 балама, 30 балама, соның ішінен 5-6 ғана баланы бағалайтын болатынбыз. Ал қазіргі осы біздің жаңа технологиялардың, жаңартылған білім мазмұны бойынша бізде критериалды бағалау енген болатын. Сол бағалау әдіс тәсілдерін осы цифрлық технология, сандық технологияны пайдалану өте керемет. Кахот дейді, жаңағы әртүрлі программаларды пайдаланып, әсіресе бір кейде математикалық қиын есептер бар. Сол есептерді сол компьютер несіменен ресурстарын қолданып, бағалау әдіс тәсілдерін және біздің мектептің мұғалімдеріне біз көбіне ғылыми жобаларға, жаңағы жетекшілік болу қиындық соғып жатыр. Сосын мақала жазуға, сосын әдістемелік кітаптар жазуға сондай көмектерімізді тигізіп, сол уақытта каникул кезінде өте керемет біздерде курстар жүргізіліп жатыр. Сонымен сол біздің магистранттар сол сабақтың уақытында да сол мектептерге барып, өздерінің істеп жүрген мектеп емес, жаңа біздерге бөлінген мектептерге барып, ашық сабақ өткізіп, өздерінің әдіс тәсілдеріменен солай байланыс жасап жатырмыз. Үйретеді дейсіз, иә? Ал жалпы университеттегі өтетін шаралар, ұйымдастырылған жұмыстардың нәтижелерін қайдан көрсек болады? Әрине интернеттен, иә? Әлеуметтік желіден қараймыз. Көбінесе бізде Инстаграм, Телеграм, Фейсбук желілерінде барлық хабарландыру алдын ала берілген ашық сабақтар, шебер сабақтар болса жарияланады сояқта. Міндетті түрде. Енді мысал ретінде біздің мына Есенов университетінің ректоры Ахметов Берік Бақытжанұлының бір жылдық есебінің өзі бізде тікелей эфирде, яғни YouTube желісінде, Facebook, Instagram желілерінде жарияланады. Онда тек қана студенттер емес, бізде оқитын басқа да ата-аналар, яғни жұртшылықтың барлығы тікелей эфирде өзінің сұрағына жауабын ала алады. Одан басқа да бізде мұғалімдердің өздері университет бойынша ашық шебер сабағын өткіземіз, әр факультет бойынша. Онда да онлайн әлде офлайн форматында? Онлайн да, офлайн форматында. Сосын оны онлайн форматында өткізгенде, оны алдын ала жарнама жасаймыз ба, Инстаграм, Фейсбук желісінде. Кез келген мұғалім болсын, кез келген өзінің осы тақырыпқа қызығатын зерттеуші болсын, кіріп, қарап, ол ақпаратты ала алады. Ол алдын ала 2 апта бұрын беріледі оның барлығы. Телеграм желісінде де ол шығып тұрады барлығы, қолжетімді оның барлығы. Студенттерге де Canvas жүйесі туралы айтып кетсеңіз болады. Бізде университетте әр университеттің өзінің қолданатын жүйесі бар ғой. Бізде Canvas жүйесі деген енгізілген. Онда барлық студентке қажетті материалдар, лекциясы, практикасы, тестіне дейін беріледі. Одан басқа да аудиториялық сабақта, мысалы, мұғалім келіп тыңдау міндетті емес, Canvas жүйесінен тыңдап, өзі біліп, білімін жетілдіруге болады. Одан басқа, ол бізде барлық бір жүйе біріккенде, электронды почта сонымен жұмыс жасауға болады. Мысалы, өзінің бағасын, нәтижесін ата-ана кез келген уақытта универ жүйесінен, Canvas жүйесінен қарап, баланың нәтижесімен танысып отыруға болады. Барлық ақпаратты, барлық жарнама, хабарландыру, студентке қатысты расписание болсын, барлығы сол жүйеде болады. Былайша айтқанда, барлығы бір жүйеге біріктірілген. Сол жүйеге ыңғайлы. Жалпы қандай бағыттар бойынша ғылыми зерттеу жұмыстары және кәсіби даярлау жұмыстары жүзеге асуда? Манағы айтып кеткеніміздей, жаңағы жалпы биыл тек қана қазан айында бізге 2 мектеп берілсе, қазір біздерге магистранттардың биылғы оқу жылына оқуға түскен магистранттарымыз бар ғой. Сол магистранттарға ғылыми зерттеу жұмысы ретінде
диссертациялық тақырыпты өзгешелігі бұрынғы неден диссертациялық тақырыпты осы мектептердің сапасын көтеру мақсатында диссертация тақырыптары бекітілді. Жалпы енді біздерге тағы қала мектебінен осы диссертация тақырыбын нету үшін, жаңағы қорғау үшін, солардың жұмыстарын, ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізу үшін қаладан 5 мектеп беріліп отыр. Оның 2-і жаңағы аралас түрде, 3-і қазақ тілінде. Енді 7-ші мектеп, 19-ші мектеп, 25-ші мектеп, 21-ші мектеп деген сияқты 22-ші мектеп, 5 мектеп беріліп отыр. Міне осыларға біз ғылыми зерттеу жұмысы бағытында қазір тек қана математикама, мысалы үшін физикама, пәндік білімді ғана бермей, тек қана абстрактылы ғылым деп есептемей оны, ал сол алған білімін өмірде қолдана білу керек. Яғни қазіргі біздің 12 жасқа толған балаларды әсіресе функционалды сауаттылығын қалыптастыру дейді. Яғни алған білімін, мысалы үшін интегралды алды ма, туындыны алды ма, көбейту көстесін алды ма, бала оны қай жерде қолдана білу керек. Соның өмірде қолданылу, яғни функционалды сауаттылық дейді. Сосын бізде халықаралық зерттеу бар, PISA, TAIMS деген. Міне солар бойынша оқушылардың функционалды сауаттылығын қалыптастыру мақсатында мұғалімдарға, мектеп мұғалімдарына, мектеп оқушыларына сондай ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргіземіз. Сосын пәнаралық байланыс жалғыз математикаға емес, математикамен, физикамен, химиямен, қазақ әдебиетімен, қазақ тілімен, жаңағы ИКТ-ны қолдану, яғни информатикамен, бұл өмірде математика, спорт, математика, өмір, математика және медицина деген сияқты қазіргі мектептің оқушыларының өздері сол ғылыми жоба жаңағы қорғап жатыр ғой. Сонда мінекей тек қана математикамен шектеліп қана қоймай, оны пәнаралық байланыс, яғни STEM технологиясы, PISA, TAIMS деген сияқты программалар бойынша, сосын өте қиын есептері бар, теореманың дәлелдеулері бар. Міне соған жаңа цифрлық технология, геогебра деген бар. Жаңа компьютерлік ресурстарды пайдаланып, балаға көрнекілік түрде көзін жеткізуге болады. Мінекей сондай бағытта ғылыми жұмыстардың негізгі бағыттарымыз. Жалпы мысалға студенттің, яғни магистрант сіздерге өзінің тақырыбын алып келе ме, әлде өзіңіз тарапыңыздан тақырыпты өзіңіз бөліп бересіз бе? Жалпы магистранттар өзі алып келетін болса тақырыптарды, бүгінгі таңда ең таңдаулы тақырыптардың, олар таңдап жатырған тақырыптар қандай? Әрине өздерінің де несі болады, біздерде бірнеше тақырыптар ұсынамыз, сосын жетекшілікті ұсынады, жетекшілерді мынандай жетекшілер бар деп, сонда балалардың өздері таңдайды, жетекшісін таңдайды және таңдауға мүмкіншілік бар. Жетекшінің бағытын таңдайды, соған байланысты бала тақырыпты таңдайды және өздерінің сол тақырыпқа, біздердің ұсынған тақырыптарымызды өздеріне тиімдісін, өздеріне қажеттісін таңдап алу. Олардың да міндетінде бар, құқында бар. Тек қана магистранттар емес, бізде бакалаврлар да бар ғой. Оларда біз мектепке барып, тақырыпты бекітіп, мектеп ұжымымен ақылдасамыз. Жаңа семинарлар өткізгенде қазір қандай тақырып актуальный, қандай сізге көмек керек, не жетпей жатыр деп, сол тақырыпты зерттеп, 4 жыл оқитын күндізгі бөлімді студенттерге ұсынамыз. Дипломдық жоба, дипломдық жұмыс жазғызамыз солармен бірге. Олар да өзінің оқытушыларының ішінен, яғни өзіне жетекші таңдайды, сосын өзінің ыңғайы бағытын таңдайды. Мысалы, біреу сайт жасаумен айналысқысы келсе, біреу методика жағын қарастырғысы келсе, яғни әр студенттің өзінің бағыты, өзінің мысалы көзқарасы соған қарайды. Ал білім беру бағдарламаларын жасақтауда нені ескересіздер? Білім беру бағдарламаларын жасақтауда біздерде жаңа айтып отырық, 20 түрлі білім беру бағдарламасы бар, жаңа педагогикалық бағытта. Бұл білім беру бағдарламасын жасақтау, мысалы үшін менде магистратураның білім беру бағдарламасын жасақтаушы координатор боламын. Рахат бұл да білім беру бағдарламасының бакалавриат бойынша біздерде солдай координатор деген, соны жасақтаушы, соған жауапты мұғалімнің біріміз. Енді бұл жерде білім беру бағдарламасын бізде әзірлеу жоғары білім берудің европалық біліктілік шеңберінің дублинский дескрипторлары болады. Сол дескрипторларға сәйкес және педагог стандарты болады. Сол педагогтың стандартына сәйкес жеке нелерге барлық қызмет түрлерін қамтитын, олардың алғаннан кейін, сол пәндерді оқығаннан кейін күтілетін нәтиже, оларды қандай құзыреттілерді қалыптастыру соған сәйкестеліп жасақталады. Және осы білім беру бағдарламасын әрине бірнеше пәндерден тұрады, сол өзінің педагогика
саласында ертең мұғалім болған уақытында оларға қажетті пәндер жасақталады. Енді ол пәнді жасақталу көбіне бізге жұмыс берушілер, яғни жұмыс берушілер біздің мектептің директорлары, әдістемелік мұғалімдері, математика мұғалімдері деген сияқты әр пәннің өзінің саласы бойынша жұмыс берушілер және бітіріп кеткен түлектер бар. Сол түлектердің ұсыныстары ескеріліп, сол пәнді білім беру бағдарламасына есепте қосамыз. Ал жалпы өзіңіз математика, физика, өзім мамандығы математика. Біздің кафедрамыз іргелі ғылымдар кафедрасы математика және физика білім беру бағдарламасын жасақтаймыз. Ал сіз компьютерлік, жалпы осы салаға түсіп жатырған, таңдап жатырған абитуриенттер көп пе? Негізінде бізде қазір педагогика ғылымдарының мамандықтарына түсу үшін 75 балдан жоғары болу керек та. Оған кез келген талапкер түсе алмайды. Сол деңгейді өткен. Енді біздің кафедрада информатика мұғалімінен басқа компьютерлік инженерлік және есептеуіш техника және бағдарламалық қамтамасыз етуден екі тағы да мамандық бар. Ол мамандыққа ол техникалық бағыттағы мамандық жатады ғой. Сондықтан оған 50 балдан жоғары талапкерлер түсуде. Мысалы, биыл ақпараттық жүйелік мамандығына бізден 70-тен аса студент түсті. Ал есептеуіш техника 45-тен. Ал енді өзіміздің информатика мамандық студенттері 8 грант. Себебі олар бізде қазақ-түрік лицейін бітірген, мешітті бітірген, яғни ол грант алу өте қиын. 75 балдан жоғары болу керек педагог мамандыққа. Бірақ барлығы жобаға қатысатын педагогикалық мамандықтың студенттері қазіргі нағыз мұғалімдердің деңгейінде де. Бұрында бал төмен болды ғой, сондықтан кішкене студенттеріміз нашарлау болды. А қазіргі студенттер балы жоғарылаған сайын өте білімді студенттер қазір бізге түсуде. Қазір сонымен қатар бізде математика бойынша айтып кетейін, бұрында бізде математикада көп болса 20 баладан аспайтын еді. Жаңағы оқуға құлпынысы математикадан. Сосын көбіне мектептерде көріп отырсақ, мектепте көбіне әйел адамдар болатын. Ал енді қазір ер балалардың саны көбеюде. Мысалы үшін біздерде қазір математикада 60 бала, 70 бала түседі группаға. Сонда 2 группа 3 топқа бөлінеді. Оның ішінде де бізде жаңағы 3 тілді меңгеру деп, яғни 3 тілде ағылшын тілінде оқытатында топ шығады. Ағылшын тілінде оқытатын. Сосын орыс тобында оқитын, қазақ тобында оқитын деп бізде 3 топ дегенде 3 тілді меңгеру деп математикадан бір пәндері бар, 3 тілде оқыту керек. Мысалы үшін математикалық талдау ол ағылшын тілінде де, орыс тілінде де, қазақ тілінде де білу керек. Сондықтан бұл көбіне бұл қандай тілді меңгергенде шетелдерге стажировка кетеді ғой балалар. Сонда жаңағы тек қана орыс тілінде, қазақ тілінде емес, оны ағылшын тілінде. Сондықтан көбіне мына 60 бала магистратурада бұрында бізде ашылған жылы 6 бала түскен магистратура. Одан кейін 15 бала, одан кейін 35 бала, тіпті одан кейін 37-40 бала болып саны асып жатыр. Қазір заманның талабы олар деймін. Яғни біздерге әсіресе педагогика, математика мамандықтарына балалардың, ер балалардың санының асуы бізге қызықтандырады. Ал бұл магистранттарды жұмыспен қамту қалай болып жатыр? Магистранттарды, бакалаврларды да. Бізде ұсыныс өте көп қазір. Әсіресе мына жаратылыстану бағытта математика, физика бағытында мұғалім тапшы ғой. Сондықтан біздің балаларымыз жұмыссыз қалмайды. Жұмысқа орналасу 100% беріледі. Біздер сол жаңағы атамекен несінен біз рейтинг неміз бар, рейтингтен өтіледі. Сонда біздердің жұмысқа қамту 100% өте біздерді қуантады. Себебі кез келген жерде математика мұғалім жетпейді. Осы уақытта даже оқуды бітірмей жатырған 4-ші курс бакалавр балдар бар ғой, бітірмей жатқан. Соларды да жаңағыдай қажеттілікке негіздеп, соларды да мұғалім қылып жатырмыз. Кейбіреулері оқу центрінде, себебі олар сабақты білім алғаннан кейін оны практика жүзінде іске асырған өте тиімді деп есептейміз. Орналастыру жағы өте дұрыс. Информатикадан рахат. Бұл мысалы үшін компьютерді білген бала. Сіздің шәкірттеріңіз жұмысқа орналасып тұрып кетіп жатыр ма? Және де бүгінгі таңда мұғалімдерге жұмысқа кіру үшін де тесттер, әртүрлі емтихандарды тапсыруға тура келеді. Қалай болып жатыр? Енді
информатика пәні мамандығы бойынша бізде де 100% қамтылуда, барлығы мектепте жұмыс жасайды. Сосын биылдан бастап бізге информатикадан ұлттық бірыңғай тест тапсыруды қосты мектепке. Егер IT мамандығына түсетін болса, ол информатика пәнін таңдап, содан емтихан тапсырады. Сондықтан сұраныс қазір көп. Міндеттелген информатиканы оқу. Сосын олимпиадалықтар жұмыстар осы информатикадан қазір жоғарғы деңгейде өтуде ғой. Бұрындары енді химия, биология деген сияқты, енді қазір информатикадан. Көңіл қуантады. Себебі болашақ бұл технологияларда дейді, Жалпы қорықпайсыздар ма? Орындарыңызды әртүрлі роботтар басып кетеді деп, Бірақ мұғалім мен дәрігердің ешкім баса алмайды дейді. Дегенмен ойлану қажет, Ал шетелдік ағылшын тілін үйреніп жатыр дедіңіз, шәкірттеріңіз. Шетелдік мұғалімдер де келіп тұратын болар. Қандай бағытта білім беріп жатыр? Қай жақтан келіп жатыр? Сол турасында айтып берсеңіз. Шетелдік мұғалімдер негізінде бізде Турциядан, Әзербайжаннан, Россиядан, Украинадан келіп жатыр. Енді ол әр мамандықтың саласы бойынша. Мысалы, біздің кафедраға биыл Украинадан, яғни Марчинюк Анна деген келді, профессор. Яғни біздің мамандықтарға IT-технология жағына сағып берді. Яғни бір айға келді. Енді қараша айында келген бізде Иващук деген тоже кандидат наук. Ол бізге IT саласына, ол бізге бір жылға келіп, қазір сабағын өткізіп жатыр. Одан басқа да біз онлайн режимде де студенттерімізге сабақ беретін мұғалімдер бар. Профессор Лахно Валерьевич деген бар. Ол Украинадан тоже. Бізде оқу процесі қалай жүреді? Кейбір сабақтар, мамандық бойынша сабақтар, лекциясы онлайн режимде жүргізіп отырық, сосын практикасын офлайн режимде біздің мұғалімдер жүргізеді. Енді математика бойынша Идрис Кабалчи деген бар бізде. Ол кісі қай жақтан келген? Турциядан. Және кеше біздің Астана ЕНУ университетінен, кеше емес, осы бір 2 жылдай, осы соңғы жылдары біздің өзіміздің Қазақстанның мұғалімдері шетелден келіп дәріс беруде. Кешенің өзінде сол Кутелбеков болады, профессор физика-математика ғылымдарының докторы біздерге дәріс сабақтарын өткізеді, келіп офлайнда келеді, онлайнда, сондай өте жоғары дәрежеде қойылған. Жалпы шетелдік ұстаздарды таңдауда қандай критерияға басым беріледі? Мысалға, жаңа айтып жатырсыз, Украина мұғалімдерін көп айтып кеттіңіз. Сонда бұл кісілер технологиялық бағытқа жақындау болғандықтан ба? Қазір сол ақпараттық технологияға көбіне барлығына жалпылама. Негізінде шетелдерде ақпараттық технология жақсы дамыған ғой. Сондықтан біз тәжірибе алмасу мақсатында, жаңа программалар, жаңа технологиялар меңгеру мақсатында сол жақтың профессорларын шақырамыз. Келісім шартымыз бар, шақырып, солардан дәріс аламыз. Кейбіреу онлайн өткізеді, кейбіреу офлайн. Келген кезде олар бізге студенттер көп нәрсені үйреніп қалады. Жаңа программалармен, әлі мысалы интернет желісіне басқа шықпаған программалармен, сондай даже бізде гранттық жобалаулар деген бар, студенттер арасында, мұғалімдер арасында сондай гранттық жобаларға қатысуға да бізге көмек тигізеді, олар көп көмегі бар оның. Күреш ханым, математикаға келейікші, жалпы профессорлар жан-жақтан келіп жатыр дедіңіз. Жаңалық ашатындай басқа мемлекеттерден бір нәрсе алып келіп үйретіп жатыр ма? Мүлдем біздің Қазақстанда қолданып көрмеген формулаларды болсын. Қандай ерекшеліктер бар? Шетелден келіп оқытып жатыр ғой дегенмен. Нені байқадыңыз? Мүмкін сіздерге де дәріс оқитын олар, Бізде шетелден келгендер ме? Басқа жақтардан келген. Біз енді тәжірибе алмасу мақсатында, енді біздерде математиканың формуласы, функция, туынды, интеграл ғой. Енді соның оқытудың әртүрлі әдіс тәсілдерін әркім өзінің несі бойынша, саласы бойынша өте керемет. Біздің балаларымыз көбіне, біздің студенттеріміз енді оның барлығы қазақ тілінде келмейді, орыс тілінде, өзінің ағылшын тілінде переводпен келеді. Болмаса біздің қазіргі студенттеріміз өте дамыған ғой балаларымыз.
бізден жақсы соларды меңгеріп, солармен қызықтанып, солардың қай университеттен келді, сол университетпен келесі оқу жылында сол жақтан біз тағылымдамадан өтеміз, көбіне магистранттар стажировкадан жүреді. Кейбір балалар жаңа академиялық ұтқырлықпен барады ғой. Сол мұғалімдермен байланыс жасап, өздері қызықтанып таңдайды. Бір сөзіңізді айтып қалдыңыз, біздің студенттеріміз де шетелге барып білім алып жатыр деп. Қай жаққа барып жатыр, қандай білім алып келіп жатыр? Біздің жаңаға айттық, академиялық ұтқырлық деген бар ғой. Бұл академиялық ұтқырлық деген қазіргі жоғарғы білім берудің сапасын жетілдіру мақсатында бізде академический мобильность, бұл мұғалімдарға да және студенттерге де арналған, білім алушыларға және магистранттарға да арналған. Мінекей сол біздің өзіміздің Қазақстан бойынша академиялық ұтқырлыққа Ақтөбе қаласында Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті, өзімнің тәжірибем бойынша 3-4 жыл болды. Және Өтемісов атындағы Қазақстан, Батыс Қазақстан университеті, Қорқыт атындағы Қызылорда университеті және Досмұхамедов атындағы Атырау университеті. Сол университеттен ояқтың студенттері, ол жақтың мұғалімдер біздерге дәріс берсе, студенттер білім алады. Ал біздің студенттер ол жаққа барып оқиды, ол шектеулі ғана мерзімге барады. Я бір семестр, я да болмаса бір оқу жылы. Біздің ал шетелге келетін болсақ, біздің өзіміздің математик балаларымыз, бакалавр студенттеріміз арнайы конкурстан өтеді. Неден барып, кәдімгі несіне байланысты, GPS-на байланысты, сосын тілді меңгеруіне байланысты, ол шетелге кете ма, ағылшын тілін білу керек, қазақтың нете ма, қазақ тобына бара ма, қазақша білу керек деген сияқты өзінің тілдік меңгеруіне байланысты. Біреу Турцияға кетеді, жаңа түрік тілдеріне жақын деп. Солындай бізде магистранттарым өткен жылы, менің өзімнің 3 магистрантым Ататүрк университеті бар, Түркияда өте керемет, сол университетте стажировкадан ғылыми тағылымдаманы өтіп келді. Ал 3-ші курс бакалаврианттарым неге барып келді? Азербайжан педагогикалық университет. Өте керемет, пікір алу мақсатында біздің даже өзіміздің балаларымыз кейбір неге барып келген бар ғой, неге академиялық ұтқырлықпенен Ақтөбе университетіне барып келді, например. Мен сол уақытта, сол біздің балаларымыз оқып жатқан уақытта студенттеріміз, мен де академиялық ұтқырлықпен сол Ақтөбе қаласына дәріс оқуға болатын барғанмын. Сонда ол жерде де сол академиялық біздің Ақтау қаласынан, Ақтөбеде оқып жатырған Маңғыстау облысының балалары бар ғой. Біздің Маңғыстаудан Есен университетінен мұғалімдер келді, профессор келді деп кәдімгі қуана қарсы алды. Содан Оралдың студенттер келіп жатады екен сол жаққа. Сол жерде біз қазір сол жаңартылған білім беру мазмұны бойынша сол жаққа мен шақырылған болатынмын. Сонда біздің студенттеріміз де қатысты ғой, енді сол жақта оқып жатырған. Сонда сол студенттерге Ақтөбенің жан-жақтың студенттері, өздеріңіздің де мұғалімдарыңыз керемет екен ғой деген сияқты не айтыпты. Өздері комментарий келгеннен кейін де айтып жатыр, апай сіздер сондай сіздің өзіңіздің университетінде дұрыс әдіскерлер бар екен ғой. Сен мұнда неғып жүрсің деген сияқты қасындағы студенттер сондай айтады екен. Сол сияқты бір-бірін пікір алмасу мақсатында алыстан арбалағанша жақыннан дорбала деген бар ғой. Оқуға түсетін уақытта, оқуды бітіргеннен кейін біздің ата-аналарымыз көбіне неге балаларының несі бойынша Алматы, Астанаға деп тек несін дайындалып отырады ғой. Сонда біз енді қазір осы биыл оқу жылында біз бұрын март-апрельдерде жоспарлайтын едік. Біз кеше сентябрьден бастап жоспарлап, жаңа үгіт насихат ретінде мектептермен бейнеу біздің облыс бойынша. Енді даже биыл өткен оқу жылында жалғыз тек Маңғыстау облысы емес, біздің Маңғыстау облысының балалары басқа қалаларда грант бөлінді. Ал біздерге Маңғыстау облысынан басқа балаларға бізден грант көп бөлініп отыр. Сондықтан біз енді басқа тек қана Маңғыстау облысы емес, Алматы, Ақтөбе, Орал, соған жаңа кәсіптік бағдары беру жұмыстарын жүргізудеміз. Бірнеше мәрте студенттеріңіз бізде қонақ болған болатын. Алматы, Ақтөбе, Атыраудан келіп оқып жатырған студенттеріңіз. Сол кезде сұраймыз ғой, нені ұнаттыңыз? Әрине грант бөлінді, және де ғимарат ұнады деп мақтап жатады. Енді ғимарат қой, ішіндегі мұғалімдер қалай болып жатыр десем, мұғалімдер өте керемет, өте білімді деп сіздерді де мақтап жатыр. Бұл деген әдемі жақсы көрсеткіш. Сіздер үшін
Жалпы жана жоғарғы білім беру мен мектептің ортасындағы байланыс туралы айттық қой. Сіздер айттыңыздар, көбінесе білім бөлімі мектептерді ұсынады дедіңіздер. Қандай критерия бойынша қарастырасыз? Өздеріңізге таңдауға мүмкіншілік береді ме? Осындай мектепті алуға болады деген сияқты. Әлде бір ғылыми зерттеуге мәжбүр боласыздар ма? Қай жағы? Жаңа айтылып кетті ғой, бірінші бізге ең бірінші қазан айында еді. Өткен жыл біздерге 2 мектеп берген болатын. Біреуі 22-ші орта мектеп, біреуі Мұнайылдағы 9-шы мектеп. Енді сол мектептермен, олармен де жұмыс жүргізді. Мұғалімдарға жаңағыдай методобедение дейді, әдістемелік несіне барып, өздеріміз семинарын өткіземіз. Мен көбіне мына Маңғыстау облысынан өрлеу институтында тренермін. Сол жердегі біздің мұғалімдер біздің өздеріміздің әдіс тәсілдерін көрсетіп оларға солай жұмыс жасадық. Ал биыл біздерге енді биыл оқу жылында 25-ші мектеппенен жоба ретінде, эксперимент ретінде болу керек. Мұнайылының 9-шы мектебі керек. Енді біз оны өзіміз таңдап алмаймыз. Оны жаңағы облыстық білім беру басқармасы бар ғой. Соның білім сапасы қазір 25-ші орта мектеп бізде 2 жыл болды. Сосын жаңадан ашылып жатқан мектеп, сосын ол оқушы деген бұрынғы қалыпты мектеп сияқты емес қой. 20-ші мектеп мысалы үшін неше жылдан бері келе жатыр. 16-шы мектеп деген сияқты. Бұларға енді 2 жыл жаңадан ашылған мектеп болғасын, жан-жақтан оқушылар келеді ғой. Соның ішінде болар балалардың білім сапасын кішкене көтеруге тура келетін. Мұғалімдер жаман емес, біздің Маңғыстау облысының барлық математиктерін өзіміздің университетте білім алған, біздің магистранттарымыз, себебі ол математиктер ешқандай олардың несінен не көріп тұрған жоқпыз, барлығы конкурстық основе, конкурс негізінде алынып отыр. Сондықтан жаңағы жан-жақтан келген мектептің жаңадан ашылуына байланысты балалардың білім сапасы, оның үстінде өткен оқу жылдары онлайн болды. Сондықтан балаларына 5-ші классқа келген балам бізге математикаға келеді ғой. Көбейту кестесін білмей қалып жатыр. Соның негізінде олар деймін, сол мектептердің именно біздерге сол білім беру басқармасы ұсынады. Енді биыл біздер жаңағы магистранттарды жаңа жетекші ретінде жіберейін отырып қой, солардың білім сапасын көтеру мақсатында солардың жаңағы балалардың бірінші үлгерімін, неге бұл бала 3-ке үлгерді, бұған не себеп болды, неге 4-ке үлгерді, балалардың үлгерімі жөнінде, баланың өзімен сұхбат алу, баланың 5-тік алатын баламен, 3-тік алатын баламен, 5-тік алатын баланың қандай критерийі бар, оның ата-аналарымен, яғни 3 одақ дейді ғой, ата-ана, мұғалім, бала. Міне сол балалармен соның көлемінде кейбір магистранттардың диссертациялық жұмысы ретінде беріп отырмыз. Білім сапасын талдайсың, жаңағы екінші мұғалімнің пәндік дидактикасын қалыптарасың, екінші кейбір балаларға, кейбір мұғалімдар балаларға, мысалы үшін 9-шы сыныптарды, 10-шы сыныптарды берсек, олардың функционалды сауаттылық деген жаңағы пиза деңгейіндегі біздің білім деңгейіміз Маңғыстауда кішкене төмен болып жатыр. Соны көтеру мақсатында зерттеу керек. Одан кейін жаңағы пәнаралық байланыс деген сияқты тағы зерттеушілік жұмыстар жаңа ғылыми жобада өте мұғалімдердің өздерінде жаңа ғылыми атақ болмағасын пікір беруі, педагог кандидат науктар, педагогика ғылымдарының кандидаты рецензия береді ғой балаға. Соның жобаны қалай реттеу керек, оның қалай рәсімдеуі, балаларға қандай мақаланы, қандай жұмысты бастауыш классқа береміз, зерде деген болады 5-ші сыныптан 8-ші сыныпқа дейін. Жоғары сыныптар уже кәдімгі үлкен зерттеуге қатысады. Міне соларға біз әдістемелік көмек ретінде және магистранттарға зерттеу жұмысы ретінде олимпиадалық есептерді шешуде біздердің осы көбіне біздің университет бітірген өзім мақтанып қояйын, олимпиадалық көбіне мына олимпиададан информатика кафедрасының да бұрын информатика кафедрасының да меңгеруші болғанмын. Сонда информатик балаларымыз мысалы үшін өте жақсы 1-ші курстан 4-ші курсқа шейін 1-ші орынды жібермей тұрды. Республикалық олимпиадаларға барғанда. Дәл сол сияқты өзіміздің математиктерімізде 1-ші курстан біз жібереміз. Көбіне енді 2-ші курс шақырады ғой бізге. Бірақ біз 1-ші курстан жібереміз. Сол 1-ші курстан ол дамып 1-ші орынды, сол 1-ші орынды олимпиададан 1-ші орын алғаннан, республикалық олимпиадада. Сол алсақ, сол келесі оқу жылы
бірінші орын алған жоғары оқу орны сол республикалық олимпиаданы өткізеді. Міне сол сияқты сол біздің республикалық олимпиададан жетістікке жеткен балаларымыз қазір Ништа, Билла жаңағы жақсы гимназия мектептерінде сабақ береді. Міне солардың түлектері олимпиадалық есептерді көбіне сол мұғалімдерді мектепке шақырып бізде жаңағы математиктердің несі бар. Біздің қазір Маңғыстау бойынша Ордалы Қосай деген математигіміз бар. Өте керемет, сол қазір биыл сол кабинетін жасақтауда біздің кабинеттен. Сонда ол айтатын ол кісі. Мен осы пенсионер ғой енді. Мен осы университетке маған ақы бермей-ақ қойыңдар. Мен осы математиктердің 4 курсында куратор болайын деген ұсыныстары бар. Өте керемет. Сол енді біздердің немізден Маңғыстау математиканың тарихы бір кабинетін ашып жасақтаулы. Біз соған қатты қуанамыз. Міне осындай жаңалықтарымыз. Әңгімемізге түр қоя тұрып, Семенге кезек берейік ендеше, Сенсің таңғарай, жылынба шаңғалай, ай арбамай, арманым алдамай, арманай, жүрегім жанғанай, алмадай тәтті қыз, алмадай қыз, алма, алматылы қыз қылығы балма, сені райын өзіңді жеп алайын, алма, алмадай қыз, алма, алмасы бар телефоның бар ма, нөмірің қандай, алма қыз, аядан тыс қалмаңыз, ай алма қыз. Алмадай қыз, алма қыз, тәп-тәтті алма қыз, от болып жанғанбыз, ғашық боп қалғанбыз, ай жалғаныз, үміттай жалғаныз, жалғыз боп қалмаңыз, тек мені таңдаңыз, арнамыз қосылсын жалға біз, алмадай қыз, алма, алматылы қыз қылығы балма, сені райын өзіңді жеп алайын, алма, алмадай қыз, алма, алмасы бар телефоның бар ма, нөмірің қандай, алма қыз, аядан тыс қалмаңыз, ай алма қыз. Алмадай қыз, алмадай қыз, алмадай қыз, алмадай қыз, алма, алматылы қыз қылығы балма, сені райын өзіңді жеп алайын, алма, алмадай қыз, алма, алмасы бар телефоның бар ма, нөмірің қандай, алма қыз, аядан тыс қалмаңыз, ай алма қыз. Алмадай қыз, алмадай қыз, алма. қадірменді көрермен, эфирімізді жалғастырамыз.
бүгін жалпы жоғарғы оқу орындары мен мектептердің ортасындағы байланыс турасында айтып жатырмыз. Ал ұстаздар жалпы ұстаздарға арналған арнайы бағдарламалар бар ма? Жалпы ұстаздардың шетелде білімдерін жетілдіру, тәжірибелерін арттыру мақсатында қандай жаңалықтар болып жатыр? Бұл жаңағы айтылып өткендей, кәдімгі академиялық ұтқырлық деген бұл кәдімгі білім саласында тәжірибе алмасу мақсатында мұғалімдер бір вуздан бір вузға сабақ беріп жатыр ғой енді. Бірақ шетелдерге де барып жатыр. Ал енді қазіргі біздің халықаралық стипендиант болашақ бағдарламасы бар ғой. Біздің президентіміздің болашақ стипендианты атанып, сол болашақ стипендиаты атанып, жаңағы жеңіп алған болашақ бағдарламасымен шетелге ғылыми тағылымдамадан өтуге және докторантураға, магистратураға түсуге 3 жағдайы бар. Соның үшін болашақ бағдарламасының стипендианты атану да оңай емес. Жаңағы ұбт тапсырғандай студенттерге біз бұл мұғалімдерді арнайы тесттен өтеді, психологический тесттен өтеді, в общем, аудио нені тыңдайды, сосын IT жаңа неден, ағылшын тілінден IELTS-ті білу керек. Сондай болашақ бағдарламасымен біздің университеттің мұғалімдерін қатты қуана айта аламын, себебі біздің барлығымыз өзіміздің Есен университетінің президенті Бақытжанұлы Ахмет Берік Бақытжанұлының өзі сол болашақ бағдарламасымен оқып келген. Өздеріңіз көріп отырсыңдар, біздің университеттің жастарға барлық несін шетелдегі алған тәжірибесін ұсынып отыр. Осындай президентіміздің барына қатты қуанамыз, және бұлмен бірге біздің профессор оқытушылар құрамы бірнеше мұғалімдер сол ғылыми тағылымдамада мен өзім 2013 жылы қасымда 4 мұғалім болатындығын, Мамаева Жантөре Жәкішқызы, Бегалишева, Гүлшара Ганиевна, Кадырова Бибігүл Нұрмұханова дегендер біз Мәскеу қаласындағы Ресей академиясында тағылымдамадан өтіп келдік. Және біздермен қатар бірнеше оқытушылар Румынияға, Америкаға, Голландияға барып ғылым-тағылымдамадан өтіп келді. Өте керемет. Бұл өзінің тек қана университетіме тоқталып қоймай, сол болашақ бағдарламасымен жаңа шетелден алған білімді өзіміздің ел игілігіне асатын, өзіміздің өркениетімізді дамытатын, сол тәжірибемен толықтыру, дамыту мақсатында ғой. Міне, ал қазіргі таңда өзіміздің президентіміздің жаңағы орынбасары, вице-президентіміз Ермек Талантұлы және стратегиялық жоспарлау бөлімінің басшысы Айсұлу Қыдырова, экономика кафедрасының аға оқытушысы Тасқараева Майра, құқықтану кафедрасының меңгерушісі болған, деканы болған, және оның профессор Әбілсеева Ұрысгүлдер сол болашақ бағдарламасымен шетелде ғылыми тағылымдан өтуде. Біз сол кісілер енді март айында осы келуі тиіс, уже 1 жыл болып кетті. Сондай болашақ бағдарламасымен өте керемет жол қойылған. Үлкен мүмкіншіліктер бар, бітіріп келген түлектерге де, мұғалімдер ме, оқытушыларға да қолдаулар өте көп. Оқимын деген адамға. Ол жасқа қарамайды. Және мүмкіншілік болып жатса, мен де барым келеді. Бірақ енді жасым ұят болып тұр ғой енді. Енді ол ағылшын тілін тез меңгеріп алсаңыз, сол уақытта кішкене жас талғамайды білім, барлығы мүмкін. Тілді меңгеру керек болып тұр. Келгендеріңізге көп рахмет айтамын. Уақыт таяп қалыпты. Көп рахмет. Еңбектеріңіз елене берсін, дендеріңіз сау болсын, шәкірттеріңіз көп болсын. Қадірменді көрермен, бүгінге Төлетіңіз хабары тәмам. Ертеңге дейін жүздескенше сау саламатта болыңыздар.